Сау саламат тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар? Бүгін сіздерге таныс адамдармен сауда жасаспа атты әңгімені өздеріңізге оқып беретін боламын. Лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Таныс адамдармен сауда жасаспа. Жөн білетін адам таныс кісімен сауда жасаспайды. Бәлкім, бәз біреулер аңтарылып қалар. Танысың болса, жұмысың оңды болады демеуші ме еді? Сен таныстықтан неге үркіп отырсың деп. Мұның өзі жөн білмектің жөні, тіпті таныс болған соң сендегі алашағың қайтарылмайды бәлкім. Сол таныстық болған үшін сені тулаққа отырғызып кессе де айта алмайсың. Сол таныстық болған үшін саған өткізген заты нашар болса да ауыстырып бер деп ауыз аша алмайсың. Саудада сәлем жоқ дейтін сөз бар. Бұл сөздің әлі күнге дейін ғибрат үшін айтылып келе жатқанына қарағанда, мұның адамның қолынан оңай оспақ келе салатын іс болмағаны. Қанша дегенмен жүңғолықтардың қанында шығыс ұландарының туысқандық тамшысы құрамдасып жатқандықтан, мәрттік пен пайда мүдденің қақтығысында ақылға тоқтайтын мүдде қашанда сезімге бағынып, мәрттікке жол беріп шыға береді. Ал іс жүзіндегі сауда майданында мүдденің орнын мәрттікті бастыратын әрекет ең үлкен пайданы қуды мұрат ететін сауда шебінің ең жоғарғы принцибіне қайшы келеді. Онымен қоймай, ойың мен ісің екі басқа шығатын зардаптарды тудырады. 1997 жылы шілде айының бір күнінде Шаужаңның бір танысы одан бір сыпыра кеңселігіс әбзәлдарын алатын боп заказ береді. Серіктігім енді құрылып жатыр. Сомам қолға тимей тұр. Алдымен затты ала тұрайын, есеп ашқан заман өзіңе ақшаңда кеп тапсырамын дейді. Әрі сөзінің соңына мына мендей досыңа сенбей қоймассың дегенді қосып қояды. Сөз осыған жеткен соң Шаужаңға мақұл болмасқа болмады. Сонда да ол оған қарыздама жазғызып қайтаратын уақытына дейтін айқындап алды. Әнеміне дегенше 4 жыл өте шықты. Шаужаңның таныстығының, серіктігінің баяғыда есеп ашып кетті. Астындағы велосипед, мотоцикл одан Болковойға өзгеріп жатты. Ал өзі содан қайтып келген емес. Қарыз қайтару каперінде де жоқ жүре берді. Арасында Шаужаңға телефонда шалып көрді. Барып іздеп те қайтты. Қарыз қайтарудың сөзі шықса болды, ол жалма-жан аманат қарызымды әлі алмай жатырмын. Ондай қиналып, мұнда қиналып жетіспей жүрмін деп зәре-зәре қағады. Қайғы жұтқан кейпіне қарасаң, көне қоғамнан жаңа өтіп келгендей жыланады. Енді қозғалмай отыра берсең, өзіңді үйіңе дейін қуып барып, тамақ қайыр сұрап ішкеннен ерінбейді. Әйтеуір себебі таусылмайды. Шаужаңның оны Әділғазының алдына апарып төрелік айттырар ойы жоқ еді. Өйткені ол досың ғой, заңды сөзің аққанымен де ел талқысы не жаныңды қояды, мінеп болмай ма? Мынандайда бір әңгіме болған. Бір таныс кісі тағы бір танысын ертіп, қауіпсіз сандық сатып алуға келеді. Таныстырушы адаммен жақсы араласатын болғандықтан, Шаумен қауіпсіз сандықты өзі таңдасып және қазынашыға толайым бағада билет кестіріп береді. Анау әлгі таныстың танысы үстінде ештеңе демейді. Шекті ертең әкеп берейік деп келседі. Ол күні қас қарайып кетеді де Шаумен ол екеуін кешкі асқа ұсыныс етеді. Іс жүзінде кешкі астың шығымы оның сандық сатудан түсірген пайдасынан асып кетеді. Бір жұма өтеді. Әлгілер шекті әкеліп бермейді. Қазынашы олардың таныстық картошкасындағы мекенжайы бойынша іздеп табады. Ол келе алақанын жайып
қауіпсіз материал жабдықтар бөлімнің қожайынын таптым-ау, қайта ол ештеңе демеді. Анау қол астындағы қызметкерлері қауіпсіз сандықты қымбатқа алып қойыппыз деп қомпылдады. Демесі бар ма? Ұғыспастық болып жүрмесін деп Шаумеңнің өзі де оларға барады. Әлгі адамына менің саудам осы азын-аулақ пайдаға қарап қалды дейсіңдер ме? Оның үстіне басқалардан сендерге қымбатқа беретіндей не көрінді маған? Өз жолымды өзім кестім деп түсіндірмек болады. Қарсы жағы күліп қана адам қиялына келмеген бір ұсыныс айтады. Онан да сен де менің мына заттарымнан бірерін алсаң қайтеді. Оның көзіне ілескен Шаумеңнің жанары, көзі таяқ, сақшы формы, шәпкі дегендерге түседі. Ол күрсіне бас шайқайды. Қарсы жақ үмітсізденсе де іле жауап қатып, былай болсын, 1-2 күннен соң қолым босағанда апарып берейін. 2-ақ күн күтесің, жарай ма? дейді. 2 күн ұзақ сонар есепке айналып қала береді. Әрине, таныс кісіңмен сауда жасаспа деген қатып қалған нәрсе емес. Дегенмен, саудаға алғаш кіріскенде өз көңіліңе сүйеніп, достыққа сүйеніп, мол пайдаға кенелем деп те қатерлі ой. Ең маңыздысы, сауда майданына келеді екенсің. Сауданың өз принцибіне қатаң бойсынып, ойынның жүрісін жүруі керек. Әйтпегенде, біздің сауда сапарындағы көресімізді әлгі бір балалар әнінде айтылатындай адасқан лақ қасқырдан жол сұрапты керісі болады. Қадірменді тыңдармандар, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Құлақ қойып тыңдағандарыңызға алғысым шексіз. Өздеріңізге бір түртіп аларлықтай бір ой салдым деген ойдамын. Баршаңызға сәттілік тілеймін, және де ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңыз болса төменге жаза кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге алғысым шексіз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.